Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгінгі түскі асқа саңырауқұлақпен өте пайдалы тағам түрін көрсетемін. Саңырауқұлақты өздеріңіздің қалауынша аласыздар. Мен бүгін 1 килограмм саңырауқұлақ алдым. Және саңырауқұлақтың сыртын ашығаны өте ұнайды маған. Сыртын ашып, әппақ қылып, тап-таза қылып жуып, өзімнің қалауынша тураймыз. Кейбіреулер қалыңдау қылып турайды. Маған не қалың емес, не жұқа емес, орташа қылып тураған ұнайды. Соның көлеміндей, саңырауқұлақтың көлеміндей картопты да аламыз. Және 2 пиязды аламыз. Пиязды да тураймыз. Сосын осыларды 2 бөлек қуырып аламыз. Саңырауқұлақты 7-10 минут араластырып отырып қуырамыз. Және піскен соң оны өшіріп, пиязды қуырамыз. Пияздан соң картопты салып, қуырып, жаңағы пісірген саңырауқұлағымызды картоптың үстіне салып, жай ғана отқа картоп піскенше бұқтырамыз. Өте дәмді болады. Өздеріңіздің қалауынша тұз саласыздар. Және көктемде жаңадан шығатын қияр, не болмаса орамжапырақ, чеснок, содан әдемі салат жасап, екеуін бірге отбасыларыңызға берсеңіздер, өте пайдалы, дәмді болған себепті рахметтерін айтып, риза болады. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Ас болсын. Келесі видеомда осы салаттың рецептін көретін боласыздар.